Сәлем достар, мен бірінші сынып оқушысы Енис Фариза. Мен сендерге бүгін 7 лақ туралы ертегі айтып беремін. Баяғыда бір ешкі және оның 7 лағы болыпты. Ешкі көк майсада шөп жеп, мол мұздай су ішуге орманға кетеді екен. Ешкі кетісімен лақтары есік күшігін іліп алып, өздері ешқайда шықпай отырады екен. Ешкі өздері ешқайда шықпай отырады екен. Ешкі орманның қарнын тойғызып, есікті қағып, лақтарым, шырақтарым, аша ойнар, енелерің кет, сендерге сүт әкеліп, әппақ сүтін тамшылап, тияғыма тиіп тұр деп әндете бастады. Лақтар есік көшігін ашып, енесін кіргізіп, сүтке тойып алады. Енесі лақтан сүтке тойғызып, қайттан орманға кетеді. Қасқыр ешкінің орманға кеткенін байқаған қасқыр, мына орманда ешкі де тұрады екен ғой, өзінің неше лағы бар, олай 10 жаққа тап болды ғой, қарнын бір тоятын болды ғой деп, қарнын сипап қояды екен. Қасқыр лақтардың жанына барған қасқыр есікті қағып, жуан даусымен әндете бастады. Лақтарым, шырақтарым, аша ойнар, енелерің келіп, сендерге сүт әкеліп, әппақ сүтін тамшылап, тияғыма тиіп тұр деп әндете бастады. Лақтар, естіп тұрмыз. Біздің анамыздың дауысы емес, тіпті өлеңі бұндай емес дейді. Қасқыр не істерін білмей ұстаға барады. Ұстаға көмейіне жіңішке тіл салып беруге өтінеді. Ұста, менің көмейіме жіңішке тіл салып бер, әйтпесе мен сені жеп қоямын. Қолымнан келмейді, жеп қоямын. Қасқырдан қорыққан ұста көмейіне жіңішке тіл салып береді. Қасқыр лақтардың жанына қайттан барады. Есікті қағып, жіп-жіңішке даусымен әндетіп береді. Лақтарым, шырақтарым, аша ойнар, енелерің келіп, сендерге сүт әкеліп, әппақ сүтім тамшылап, тияғыма тиіп тұр деп әндете бастады. Лақтар есік көшірегін ашып, шошып кетеді. Қасқыр, шырақтарым, менен қорықпаңдар. Сендерді аналарым маған тапсырды. Сендерді аналарым орманда сендерді күтіп отыр. Қасқырға алданған лақтар артынан еріп жүре береді. Ешкінің де келетін уақыты болып қалады. Есікті қағып, қанша рет өлеңін қайталаса да үн шықпайды. Қараса, есік ашық. Пештің ішінен жалғыз бір лақ жүгіріп шығыпты. Лақтарынан айырылған ешкі жылап отыра береді. Аңшыдан жылап көмек сұрайды. Аңшы, маған көмектесші, қасқыр менің лақтарымды алдап соғып алып кеттім. Жүр, біз оның қазір сазайын тартқызайық. Өй, мынау аңшы ғой, қолындағы мылтық батып тастамай тұрған кезінде тез қашып кетейін. Аңшыдан қорыққан қасқыр лақтарды тастай салып қашып кетті. Лақтар анасын барып қаштап, анасымен табысып, орманда бақытты өмір сүреді. Бұл менің ертегім. Ал балалар, аңдардың біл төлдерін, еске сақтан санаба, бар ма естіп көргенім? Арыстанның баласы, абдан екен тісірі, шөн жүкті де санашы, жолбарыстың күшігі. Алан бөліп барыстың құлағыны көртіріп, әрі қарай танысқан қасқырдікі бөлтірік, соқыр туар мысықты, деп ойлама бұл қалай, әрі қарай танысқан киік төрі құралай, аю туар қонжықты, көрмесін деп жеңіліп, жүгірткенде ол мықты, елік төрі енілік,
қорқаға, көз көрінген жолында, ұзын құлақ олтаға, есек төлі қодыға, арқа төлі қозыққа, тауда оның парасы, еске сақта оны да, құнай құндыз баласы, сіреусіннің тұқымы, аталып дәрізін деп, борсықтың да құтыны, әзбұрақ төлі білсін тек, тоқтама санап болдым деп, бұғашақ төлі бұғының, суыр төлі мұндын деп, тоғысын тағығымын, құлын төлі құланның, жәуді төлі түлкінің, білгір болуларның санап атын білкінің.